Жезқазған мысты өңір. Жезқазған медная столица Қазақстана. Жезқазған тарихы. Жезқазған деген сөздің түп тамыры көне заман бастауына жетелейді. Оның тарихы жер бетіндегі өркениеттің даму кезінде мыс кен орнының болғанын, өндірілгенін көрсетеді. Мыс кен түрінде көрініс берген орындар, оның қазындылары, қола дәуірі тарихымен тығыз байланысы туралы Геродоттың еңбектерінде тұңғыш рет аталады. Жезқазған кен орындарында мыс кенін өндіру көне дәуірде басталған. Тас үйінділері арқылы ертедегі кен қазушылар 1 миллион тоннадан астам мыс кенін өндірілгені туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Кеңес дәуірінде Қарсақпай мыс қорыты зауыты толығынан салынды. 1928 жылдың 19 қазанында Жезқазған кенінен тұңғыш мыс алынды. Қазақтың ұлы ғалымы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың еңбегінің арқасында кен барлау жұмыстары кеңінен жүргізілді. Соның нәтижесінде Жезқазған кен орындарында кеннің мол қоры бар екенін дәлелдеді. 1931 жылы үлкен Жезқазған комбинатын салу туралы кеңес үкіметінің шешімі қабылданды. Академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаев Жезқазған қаласының қалыптасуынан бастап, оның дамуына баса назар аударып, мол көмек көрсетті. Оның тынымсыз қамқорлығының арқасында темір жол мен электр желілерінің келуі, кеңгір су қоймасы мен алып шахталардың, байыту фабрикаларының, мыс қорыту зауытының салынуы орталық Қазақстанда индустрия алыбының туғанын шындыққа айналдырды. Жезқазған кендерінде мыспен қатар басқа да элементтер аз емес. Жезқазған мыс қорыту зауытында таза мыс өндірумен қатар күкірт қышқылын, алтын, күмісі де бар болып шықты. История Жезқазгана. История возникновения слова «Жезқазган» уходит в историческое прошлое. На русском языке это медные копии, а на казахском – место, где велись раскопки меди. Суть всего сводится к тому, что месторождение медных руд для добычи весьма ценного сырья меди эксплуатировалось с незапамятных времен. Об этих месторождениях в виде проявления медных руд и их раскопках впервые упоминается в трудах Геродота, что тесно связано с историей Бронзового века. Был построен Карсакпайский медиплавильный завод. 19 октября 1928 года была получена первая карсакпайская медь из жезқазганских руд. Благодаря истинному труду великого казахского ученого Қаныша Имантаевича Сәтпаева, его целеустремленной настойчивости были проведены геологоразведочные работы, по результатам которых было доказано наличие огромных запасов руд жезқазганского месторождения. В 1931 году принимается решение советской власти о строительстве большого жезқазганского комбината. В 1943 году образован Жезқазганский медный комбинат Министерства цветной металлургии СССР в составе 17 шахт и 3 карьеров для открытых разработок Карсакпайского завода и байконурских угольных копий. Все эти годы академик Қаныш Имантаевич Сәтпаев уделял пристальное внимание и оказывал большую помощь развитию Жезқазгана. Благодаря его неустанной заботе появление железной дороги, электролиний, сооружение Кингисского водохранилища, создание гигантских шахт, обогатительных фабрик и медзавода стали реальностью в условиях знойных степей центрального Казахстана. В рудах жезқазганского месторождения, кроме меди, немало других элементов. На медиплавильном заводе, кроме производства рафинированной меди, освоенный выпуск золота, серебра. Жезқазғанда қоршаған әлем. Ұлытау тауларында үдере көшкен халық, үйірлер мен жөңкіген жануарлар тобының сиқырдағыдай көп салалы соқпақтары тоғысады.
Созақ, Жезді, Ұлытау көне жолдары осыдан әрі қарай Арғанаты даласына, теріс саққан Есіл оңтүстік Оралға кіші жібек жолы ұласады. Дәл осы өңірде бүгінгі күнге дейін әртүрлі тарихи дәуірде ескерткіштер сақталған. Олар Теректі әулиедегі тас бетіндегі суреттер барлық қазақ халқы рулары мен ұлыстарының таңбалары соғылған. Ұлытау қазақ жерінің географиялық орталығы болып саналады және барлық негізгі тайпалардың жер аумақтары тараған. Қазақтардың ежелгі саяси орталығы Ұлытау болғандығын, онда жатқан Алаша ханның, Шыңғыс ханның ұлы Жош ханның, орта ғасырлық сарай күйшісі Домбауылдың кеседелері дәлелдейді. Ұлытау биіктерінің бірінде аты аңызға айналған Едіге батыр Ақмешіт тауында өз халқына жер ойық іздеуші Асан Қайғы және оның бәйбішесі Тана мәңгілік тыныштық тапқан. Әмір Темір өзінің Ұлытауда болғандығы туралы Алтын Шоқы тауында тас плитаға қашап ескерткіш жазулар қалдырған. Шоқан Уәлиханов жазған Ұлы Мағжан Жұмабаев өз шығармасында өлеңге қосқан Қойлыбай бақсы кесенесі де осында. Повелитель стихии Теректі, тигрограф Теректі. Памятник похода Темирлана Дешти Кипчак, 1391 год. Плита обнаружена и впервые описана Канышем Имантаевичем Сатпаевым. Горы Ұлытау. С вершин Улутауских гор, как в фокусе, сходятся многочисленные пути перекочевок и миграции населения и стад животных. Отсюда продолжались дорога древности Созақ, Жезді, Ұлытау, а дальше раскинулись аргентинские степи, Терсакан, Есіл, Южный Урал, Малый шелковый путь. Именно на его просторах сооружены и сохранились до наших дней памятники разных исторических эпох, наскальные рисунки Теректі Әулие, высечены на камнях Тамғалы Нура, родовые знаки Тамға, почти всех родов и племен казахского народа. Ұлытау находится в географическом центре казахской земли, и от него расходились территории всех основных племен. Существование древнего политического центра казахов в Ұлытау подтверждает и то, что здесь возвышаются мавзолеи Алашахана, Жошхана, сына Чингисхана, средневекового придворного музыканта Домбаула. На одной из вершин нашел вечный покой легендарный Едіге батыр. На вершине Ахмечити искатель счастья для своего народа Асан Қайғы и его старшая жена Тана. На горе Алтын Шоқа, на каменной плите, оставил память о своем пребывании в Ұлытау эмир Тимур. Здесь могила Қойлыбай бақсы, о котором писал Шоқан Уәлиханов, воспевал в своих произведениях великий Мағжан Жұмабаев. Жошы хан кесенесі, мавзолей Жошы хана. Домбауыл кесенесі, мавзолей Домбаула. Алаша хан кесенесі, мавзолей Алаша хана. Қойлыбай кесенесі, мавзолей Қойлыбая.